Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора. Бүгін сіздермен дәмі тілі үйретін, әрі тез дайын болатын таңғы асқа гренки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар сүт және де 2 жұмыртқа, тұз қажет болады. Жұмыртқаларымызды осылай ыдысқа жарып салып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен осылай араластырамыз. Одан кейін үстінен сүт құйып, тағы да араластыратын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз сеуіп, тағы да араластырамыз. Бізге осындай батон наны қажет болады. Батон нанын дәл осылай қылып турап аламыз. Дайын болған жаңағы салмамызға батон нандарымызды осылай малып, қызып тұрған табаға осылай пісіреміз. Не осылай кезек-кезек нандарымызды табаға малып, осылай пісіретін боламыз. Не біздің гренкилер пісіп жатыр. 2 немесе 3 минуттан кейін оны шанышқының көмегімен осылай келесі жағына аударатын боламыз. Біздің гренкилер міне осылай дайын болып қалды. Оны осылай ыдысқа үстіне салфетка қойып, осылай орналастырамыз. Біздің дәмі тілі үйретін, әрі тез дайын болатын гренкилеріміз міне дайын болып қалды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментария жазуларыңызды сұраймын.